адамдарға әлі терапия жетіспейтін сияқты. Бір жарты жылдай басқа кітап оқи алмадым. Бұл не оттап тұр деген сияқты әңгіме айтқанда. Сыни ойлау қабілеті толық қалыптаспаған тұлғаларға бұндай кітап оқытып қажеті не келе жатыр деген. Атының өзі аяғаны ғой. Оқу үшін де ғұмыр керек. Дәл сол жының келетін сәттер де бар ғой. Бірақ не қыласың осы? Сол кезде де шындық болған, қазір де шындық. Жаңағы ұлылардан ұлы тумайды. 3 баласының жетім қалатынын біліп тұрды ол. Әйел ғана емес, ер адамдар толық ашылмаған бізде. Біздің кезімізде ондай нәрсе айта алмайтын едік. Жоқ, мен оны түсінемін, қолдаймын деп айтып тұрған жоқпын, бірақ енді бала оңай емес қой. Негізі балалы болу, немесе балаға жауапкершілік алу деген. Біз еркіндік сүйген халықпыз, және сол еркіндік сүйген халық болып қала береміз ба деген. Ғылымға деген қиянат жасалды ол кезде. Қазақ ғылымына деген қиянат жасалды. Бір тірлікке қанша болды біздің шығармағанымызға? Жарты жылдан асты. Жоқ, жарты жылдан сентябрьде түсірдік қой. Бүгін біз Өмірзаян алайық. Өмірзаян. Оқыдым. Мен үшін Өмірзая деген бұл бүкіл қазақ елінің бір трагедиясы оның қасында қалмаған сияқты. Вот маған осындай нәрсе ұнайды. Яғни бір адам туралы бір адамды алады да, бір адам арқылы басқа проблемаларды шығарып береді. Яғни аяған арқылы сол кездегі кеңес үкіметінің ғылым жолындағы былайша айтқанда өте әділетсіздіктер, ол жердегі өте қиындықтар дей ма, сондай нәрселерді өте көп алған. Жалпы ғылым жолы оңай емес қой. Енді ол кезде одан да қиын болды ғой. Ол кезде 80-ші жылдар болды, ол кезде 70-80-ші жылдардағы өте қиын болды. Өйткені бірінші цензура болды ол жерде. Екіншіден сен қазақтың осындай нәрсесін зерттеймін деген сияқты әңгіме болатын болса, бұл өте үлкен қылмыспен тең болды. Яғни қазақтар айта алған жоқ. Біздің де осындай ата-бабаларымыз бар, бізде осындай мықты тұлғалар болды деген сияқты. Тарих бар деп айта алмайтын. Өйткені олар айтатын 1917 жылы не болды ғой, төңкеріс болды ғой, революция. Содан кейін қазақтың несі басталды, тарихы, қазақтың әдебиеті басталды деген сияқты нелер айтады. Сол кезде солай үйреткен оларды. 1917 жылдардан бастағанда, ал аяған оған дейінгіні алып келгісі келді Алдиярмен. Кенесары хан кезінен бастап. Бірақ оған өте үлкен тосқауылдар болды. Мен кімдікін көргем сол Мұхтар Мағауин. Мен Мұхтар Мағауиннің несі? Жоқ, Мұхтар Мағауинның ұстазы болған, сол жетекшісі. Мықты кісі болған. Аты есімнен шығып тұр. Кенжебеков па сондай. Енді мен ұмытып тұрмын. Сол кісі үшеуіне бөліп берген ғой. Алма Қыраубаеваға бөліп берген, кімге бөліп берген? Мұхтар Мағауинға бөліп берген, тағы да бір кісіге бөліп берген. Жолдыбековке де бөліп берген. Тарихты бөліп берген. Сол кезде кімге 15-16 ғасырларды берген? Мұхтар Мағауинға. Сол кезде Мұхтар Мағауин барып қайтқан кезде біздің Қазақстан тарихы 15-16 ғасырдан басталады, осындай деп зерттеп барлығын айтқан кезде сол кездегі бессоветтер айтқан, мына күшігіңді алып кет деп айтқан. Мына күшігіңді алып кет, себебі бұл не оттап тұр деген сияқты әңгіме айтқанда. Себебі ол кезде олай айту, тем более аспирантурада оқып жүрген студентке өте батыл шешім, біріншіден, екіншіден бір табу тақырып болған. Мен аяғанда да тура сондай ситуация болып тұр. Мен жалпы осы Өмірзая романы мектеп бағдарламасында бар туынды дегенде қатты таңғалып, өйткені бұл кітапты оқығаннан кейін өз басым, мен бастаған кезде саған айтып жүрдім ғой, қызық екен, бірақ ауыр екен деп айтып жүрдім. Мен бірақ соңына дейін үміт болдым да, может соңында бір позитивпен бітіреді, жастар көрдіңдер ме, білім іздеңдер, ол деген жақта болашақ бар деген сияқты месседж болатын шығар деп үміттендім да. Бірақ оқып біткеннен кейін мен
бір жарты жылдай басқа кітап оқи алмадым. Басынан трагедия, соңына дейін трагедия ғой ол жерде негізі. Иә, сосын мен ойладым, бұны жаңағы 18-ге енді толатын балалар ғой, былай қарасаң. Бұл дегеніміз, яғни сыни ойлау қабілеті толық қалыптаспаған тұлғаларға бұндай кітап оқытып қажеті не деген сұрақ туындады да. Яғни тыныш жүріңдер деген әңгіме бар ма деген сияқты. Сондай сияқты әсер қалдырады негізі осы кітап. Яғни ғылым жолына барыңдар ма, саған берілген тапсырманы ғана орындаңдар, ары қарай аспаңдар деген бір не, егер ол жерде адамда фильтрация болмайтын болса, солай түсініп қалуға болады негізі. Ал мектеп жасындағы балалар, олар әлі кішкентай балалар ғой. Бірінші курстың студенттерін егер сіздің алдыңызға келетін өзің байқап жүрген шығарсыз, бірінші курстың студенттері әлі кішкентай бала, әлі мектептің несінен шығып көрмеген балалар. Енді екінші, үшінші курстарға кішкене олармен үлкен адамдар сияқты сөйлесе аласың, бірақ бірінші курстар әлі кішкентай, бірінші курстардың өзі. Ал 11-ші сыныптың өзі 20-дан асса бәлкім. Мүмкін ол 25-тен кейін, мүмкін тіпті 30-дан кейін ғана оқуға мүмкін түсінуге болатын шығар, бірақ мектеп жасындағы балаға өте қиын түсіреді. Бізде қоғамда, қазақ қоғамында әсіресе бар ғой, абайды оқымаған қазақ емес дейді, 10 жастағы балаға әкеліп сол кітап, 4 том кітапты мойнына іліп қоя салады да. Менің ойымша оны оқу үшін де ғұмыр керек, дәл сол сияқты өмірзаян оқу үшін де ғұмыр керек. Біріншіден ол бір қандай да бір кәсіби болсын, тәжірибесі бар адам болу керек біріншіден. Және жаңа айтып кеткен сыни ойлау қабілеті қалыптасу. Ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екенін түсінетіндей болу керек. Иә, енді келейікші сюжетке. Басында неден басталады өмірзая? Алдияр Ақпанұлының төсек жатып қалуынан басталады. Иә, сол кезде аяған жұмыс іздеп сол кісіге келеді ғой. Ол кезде Алдияр Ақпанұлы төсек тартып қалады. Алдияр Ақпанұлы ол аяғанның профессоры. Аяғанның профессоры, иә. Ол Алдияр Ақпанұлы ата-анасы ашаршылықтан қайтыс болып кетеді да, оны бір Ақпан деген бір кісі асырап алады да, соның атына болып кетеді. Ол өзінің ата-анасының кім екенін білмейді. Содан ол Алдияр Ақпанұлы болып кетеді. Ол да кішкентай, ол жастайынан білімге құштар болады, ары қарай сол неде ғылым жолында сыздық төрені аяған зерттейді, Кенесары ханым мен сыздық төрені. Иә, сол не зерттейді, бірақ Алдияр өзінің баласының атын сыздық деп қояды. Ұлының жолын берсін дейді. Иә, бірақ оның баласы өкінішке қарай, оның баласы түсіндікке салынып. Иә, оның ойлағандай болмайды. Бірақ бұл жерден де бір туынды шығаруға болатын сияқты, бір ой шығаруға болатын сияқты. Сол кезде де шындық болған, қазір де шындық. Ұлылардан ұлы тумайды деген сияқты. Иә, мүмкін. Мен жалпы өз басым адамды ұлы деп атап кететін адамдар түсінбеймін да. Жаңағы қазір неше түрлі артынан қайтып айтамыз, теріс жолда жүрген сәттерін соған қатысты бір тарихи деректер шығып жатыр ғой, содан кейін адамдардың көңілі қалып деген сияқты. Енді әр адамды бір пенде сияқты қарауға болады. Ұлы адам болмайды, бірақ адамның істеген ұлы ісі болады. Солай қабылдап үйрену керек. Иә, мысалға бір адамды сен міне мынау идеал деп алуыңа болмайды. Өйткені оның егер сен артын қарайлайтын болсаң, көңіл бір қайтса болады, көңілі қайтып қалу деген нәрсе болуы мүмкін да. Менің ойымша, біз енді ислам діні болғандықтан біз үшін Мұхаммед саллаллаху ең идеалды адам саналады. Қалғандарын мен идеалды адам немесе деп қабылдай алмайды екенмін, шынымды айтсам. Бірақ Алдияр Ақпанұлында мүмкін тәрбиесінде мүмкін бір ақауықтар кеткен шығар, мүмкін ол таңнан кешке дейін тек ғылым жолымен жүріп, мүмкін ол баласына дұрыс көңіл бөле алмаған шығар деген сияқты бір тұжырымдар бар. Бірақ осыдан қарауға болады, яғни мықты адамның балалары, ұрпағы мықты болады деген сөз емес. Мүмкін сыздық, мүмкін тоже бір жақсы бір ғылыми жолда жүретін бір адам болатын еді, егер сондай жолға түсіп кетпегенде. Бірақ сыздықты да ақымақ деп айтуға болады. Иә, ол да негізі. Жаңағы адам онымен не үшін сөйлесіп тұрғанын да түсініп тұрады. Иә. Ол тек қана сол бір ішкі күйініштен солай кетіп қойған шығар сол жағы. Просто әр адамның өзінің бір слабость дейді ғой, сондай бір неге болады, мүмкін соны мүмкін басқалар оны пайдаланды. Өйткені оның жаулары сол сыздықты негізі маскүнемдік жағдайға ұшыратады, пайдалану арқылы, иә. Сосын аяғанның тағдыры енді
аяғанның тағдыры енді міне күшті болып келе жатыр деген. атының өзі аяған ғой. Мені қалай айтса болады, бір тағдыр аясын деген сияқты бір автордың өзі, Баққу Жамұқаевтың өзі солай берген сияқты. Қалай айтса болады, осы тағдыр аямаған деген сияқты ма, немесе тағдыр аясын деген сияқты ма, сондай бір өйткені әр аттың өзі негізі автор ат берген кезде де соған аттың өзіне де көңіл бөледі ғой ол нәрсені. Аяғанның негізгі аяған кейіпкері өте өмірде тек қана бір жағынан, бір жеке адам ретінде алсаң, жының келетін сәттер де бар ғой. бірақ не қыласың осы деп айтатындай. Олар тым әділдікке кетіп қалады. Бір жағы былай ғой, шатаспасам, інісі жаңағы майданда қайтыс болады ғой. Үйдің жалғыз тірек ұлы болып қалады да, әке шешесінің үміті болады, одан кейін ерте үйленгені бар, 3 баласы бар. Әйелі еще ауырады көп. Көп аурушаң, соның барлығы сол жаңағы әділдік іздеу арқылы өзін бір орысша айтқанда отвлекать еткен шығар. Мүмкін сондай іші күйгеннен, мүмкін ана ішінде бір от болып тұрған нәрсені баса алмаған шығар мүмкін ол. Сол арқылы, бірақ кей кезде жыным келеді. Не үшін сен осындай жаққа барасың? Ол біліп тұрды ғой, ол біліп тұрды. Ол баласының, 3 баласының жетім қалатынын біліп тұрды. Ол бәрібір аман қалмайтынын біліп тұрды. Әйелінің ұзаққа өмір сүрмейтінін де біліп тұрды. Бірақ баланы хотя бы неге аямады деген сияқты менде сондай бір ішімде бір не болды? Қалай айтса болады, қарсыластық болды бұның сондай әрекетіне. Мені дұрыс енді ол өзінің ұжданын бірінші орынға қойды ғой енді. Шәкәрім Құдайберді айтпақшы. Ұждан бірінші орында тұрады деп. Бірақ сонда да мүмкін бала шағасын ойлау керек пе еді сол заманда. Өйткені 3 баланы мысалға оның өзінің де әке-шешесі үлкен кісілер. Ол 3 баласы қалай өмір сүреді? Ол 3 баласы ертең қандай азамат болады деген сияқты өте қиын кейіпкер ғой Аяған Қуатов негізі. Сосын ол Аяғанның тағы да нелер болды, достары болды, Алмас болды, тағы бір бала болды. Жас студенттер басында Алмас оны қатты құрметтейді, ол сол жұмысқа алыңдар деген сияқты студенттерден қолхат алып жүреді, өтініш алып жүреді, соңында Алмас бір нашар кейіпкер болып шығады. Бірақ онда нашар деп айталым. Кейіпкер емес, жаңағы қорқақ па деканаттан, ректораттан жаңағы қысым жасаса ойланып қаласың. Шынымен ол жас жігіт қой, болашағын ойлады. Жаңағы далада қалудан қорықты. Оны да жаңағы негізі бірақ ол байдың баласы негізі. Байдың емес, жоқ, бар жердің баласы ғой негізі. Өйткені ол Аяғанға өзінің пәтерін береді ғой, тұра тұру үшін. Алмас емес, ол Алмастың досы. Алмастың досы, басқа бұл. Алмас керісінше жаңағы күрделі шақты басынан кешкен кейіпкер болады. Сол себепті де әке болудан қашқан. Оның қызы болады, Хадиша деген. Ол кезде сол Аяғанға көмектесіп жүретін. Сондай болады. Бірақ Алмас екеуі кездесіп жүрген кезде Хадиша аяғы ауыр болып қалады да, Алмас оны естиді да, бірден қашып кетеді. Алмастың сол кезде ішкі күйін де не істейді ғой? Автор суреттеді ғой, мен әке болуға дайын емеспін. Мен сол кездегі қалай айтса болады, бізде мысалы қазақ қоғамында да, тек қазақ емес, жалпы әлемдегі қоғамда да көп қой сондайлар. Әйелге егер екеуі некесіз қосылатын болса, көбінесе қыз балаға бала қалып кетеді. Өйткені қыз бала көбінесе қорқады не істеуге, аборт жасатуға немесе алдырып тастауға қорқады да, сол үшін өзімен бірге баланы жалғыз өзі асырайды. Ал Алмастың сол кездегі, Алмас арқылы сол кездегі ер адамдардың ішкі ойын келтіреді ғой. Бір жаңағы ерекше мен оны естіген кезде менде үлкен қатты шок болды, сондай состояние болды деген сияқты бір өзінің несін айтып кетеді ғой. Мен әке болуға лайық емеспін, әке болатындай бір әлі де мен қалай не айтады сол кезде, мен әке болуға лайық емеспін деп айтады.
Иә, жаңа біз өткен жолы Перизат ханыммен болған шығарылымда ол кісі айтты ғой, әйел ғана емес, ер адамдар рөлі толық ашылмаған бізде деген сияқты. Осы жерде шынымен де ер адамның ішкі күйін әдемі суреттеп берген сияқты. Иә, енді ондай адамдарды түсінуге жоқ, мен оны түсінем, қолдаймын деп айтып тұрған жоқпын, бірақ оның да ішінде осындай қақтығыстар, ойлардың конфликті болып жатады. Енді бала оңай емес қой. Негізі балалы болу, немесе балаға жауапкершілік алу деген нәрсе ол өте қиын нәрсе. Алмас деген ол кезде әлі 20 жастағы бала ғой ол кезде. Студент қой. Сіз 20 жастағы бала, оның не жұмысы жоқ, білімі жоқ, бітірген білімі жоқ ол кезде. Мүмкін содан қатты қорыққан шығар ол. Солай ол жағдайын жасауды ғой жаңағы. Жоқ, Хадиша декан бар ғой, Жақия. Жоқ, Хадишадан кейін ғой ол. Білгеннен кейін. Қашып кеткеннен кейін. Бірақ ол кезде білген кезде. Оның сондай ішінде өте үлкен сондай арпалыстар болған. Яғни Алмастың ойынша бала оған кедергі болды. Өйткені оның көз алдында картина болды ғой. Аяғының мысалы 3 баласы бар. Жүргені мынау деген сияқты, мүмкін содан қорыққан шығар ол. Егер мен де қазір балам болатын болса, мен қазір әйелім болатын болса, мен әрі қарай осылай бір деградациялық нәрсеге ұшыраймын деген сияқты. Сондай бір қорқыныш. Не дейді, послеродовой депрессия, енді дородовой депрессия болған сияқты. Ондай қорқыныш қазіргі жастардың бәрінде бар. Өйткені сен де мен де жаңа студенттермен жұмыс істейміз ғой. Қыздардан әсіресе естимін ондай әңгімелерді. Дайын емеспіз. Ана болуға мен де бір студенттер айтқан, мен child free боламын деп. Таңдалған осы кезде child free боламын, мен ешқандай баланы дүниеге алып келгім келмейді, мен мысық пен итті асырап өмір сүре беремін деп айтқан жастар болды менде. Біз мысалға көптеген тақырыпты кейде ағылшынша не істейміз, кейбір кезде бізде сондай бір спикинг не болады. Әр адам, әр студент өзінің ішінде болып жатқан несін айтады. Ағылшынша айтады, өйткені менде жақсы студенттер де бар да. Бір психолог. Иә, сол кезде маған бір не сөйтіп айтқан. Қазіргі жастарға мен таң қаламын деп те айта алмаймын, бір қазір мысалға біздің кезімізде ондай нәрсе айта алмайтын едік. Мен мынандай боламын деген сияқты, білмеймін. Олардың қазір еркін, қалай ойлағысы келеді, қалай жүргісі келеді, қалай не ойлайды барлығын ашық айта береді. Қазір сондай бір басқа бір new generation дейді ғой, басқа бір ұрпақ келе жатқан сияқты маған сондай. Бәлкім, бірақ әлі де шектеулі ойлармен жүрген адамдар бар. Мен жақында бір фраза оқып қалып едім. Біз еркіндік сүйген халықпыз, және сол еркіндік сүйген халық болып қала береміз ба деген. Біз жаңа тәуелсіздік алып, жаңағы өмірзаядағы тағдырдан сәл болса да алыс болсақ та, сәл болса да жалпы алыспыз ғой. Бірақ бәрібір де қоғам болып әркім өзінің ішкі қорқыныштарының шектеуінде қалып қойған сияқты. Бізде әлі де ұят болады деген. Өйткені біз көптеген қиыншылықтан өттік қой. Біз көптеген трагедиялардан өттік, біз көптеген травмалардан өттік. Ол нәрсені ашу адамдарға әлі терапия жетіспейтін сияқты. Терапияны қалай жасайды? Сол айту арқылы. Өмірзаядағы болған проблемалар, мысалы 70-80 жылдардағы болған ғылыми қиянат болды ғой, ғылымға деген қиянат жасалды ол кезде. Қазақ ғылымына деген қиянат жасалды. Зерттеуде, фильм, бәрін орысша жүрді ғой. Иә, мысалға солардың барлығын ашық айтып, солардың барлығын ашық келтіріп беретін болса, мүмкін терапия деген сол ғой, халықтың терапиясы осы. Сол нәрсе көбірек айтылу керек сияқты, ашық көрсетілу керек сияқты ол нәрсе. Жалпы мына роман 20-шы ғасырдың соңында жазылған ғой. Бірақ қазіргі кезбен параллель бар сияқты, 21-ші ғасырдың үздік романы болған Мен жындымын да бар ғой. Сол жерде Сәукетаевтың. Сол жерде билікке қарсы адамдарды жындыханаға тастайды ғой. Бұл жақта да сондай болады ғой. Өйткені қауіпсіздік комитетінен кейін барып жындыханаға апарады. Иә. Былай қарасаң, сол жерде аяған кімнің, ректордың әкесімен жақын араласып кетеді ғой. Оқығаннан не пайда оның деген сияқты айтады да, ол ішкі күйін үшін. Бізде сол
көп адам бәлкім даттайды, иә, мені Европаға еліктейміз деген сияқты батыста. Бірақ Европада дәл осы work-life balance деген нәрсе бар ғой, жұмыс пен өмірдің балансын ұстай білу. Сол нәрсеге бізге әлі де жеткен жоқпыз, өкінішке қарай. Өйткені бәрібір әлі күнкөрістің қамымен жүрген адамдар өте көп қой қоғамда. Иә. Мына жақта да солай ғой, күнкөрістің қамы үшін ол қолынан былайша айтқанда ақсаусақ болса да аяғын құрылысқа барады да отбасын асырау үшін. Бірақ оның қолына келмейді ол. Иә. Және сол үшін маза кетеді оны шатаспасам. Иә, ол жерде тағы да бір екі адам өлтірмекші болады ма, ұрмақшы болады. Сол кезде Хадиша оны құтқарып алады ғой, сол кезде кішкентай қыз. Мен сол Хадишаға қатты тоқталғым келіп тұр да. Сол кездегі өзінің шамасына қарамай, иә, өзінің әлсіз адам екеніне қарамай аяғанды қорғайды ол сол кезде. Сондай үлкен алып адамдардан аяғанды Хадиша қорғайды. Вот Хадиша сол кездегі де, оған дейінгі қазақтың да, қазіргі қазақ әйелдерінің бір жиынтық образы ғой. Вот барлығы сол соңында Хадишаның аяғанның үш баласымен қалдырып кетеді оны. Хадишаның несіне ілінеді ғой. Хадишаның былайша айтқанда кішкентай ғана иығына барлық ауыртпашылықтардың бәрі соған сол Хадишада қалып кетеді. Өйткені Хадиша сосын Алдияр Ақпанұлының қолына барады, иә, өйткені екіқабат екенін білгеннен кейін соның үйінде тұрады. Сосын аяғанның әйелі, аяғанның әйелін қайтыс болған кезде де Хадиша болады ғой. Хадиша, аяғанның әйелі қайтыс болады да, Хадиша неге кетеді? Хадиша ауылға бірге кетеді. Хадиша сол кезде тоғаға келіп жатады. Сөйтіп екеуі екі жаққа кетеді ғой. Иә, сол кезде аяғанның әйелі сол кезде прям сұлқ түседі да. Бірақ сол кезде Хадиша не істерін білмей, өзі скорый шақырып та өзі кетіп қалады сол кезде. Сол кездің өзінде Хадишада ана үш балаға әтет деген сияқты сондай ой тұрады ода. Айдаладағы бір үш бала ғой, былай қарасаң, үш күн қосылмаса да үш рет қайнаса да сорпасы қосылмайтын балалар ғой былай. Бірақ сонда да Хадишаның қазақтың әйелдеріне тән бір сондай бір жанашырлық бар. Әйел затына қатысты ғой. Сондай бір қазір Инстаграмда да тренд қой. Child free деген сияқты, бала тууға қорқамын деген қыздар көп қой дейді да. Бірақ кез келген қыз бала көшеде біреу мама десе бәрі қараққа қарайды деген сияқты. Сол нәрсе ғой, ол табиғи инстинкт. Біздің әйел адамға берілген бір не ғой? Бала үшін біз жанымызды беруге дайынбыз негізі. Айта беретін сияқты ма, әлі жастар ғой, олар кішкентай ғой әлі. Бірақ менің ойымша, бірақ бар ондай әйелдерде, балалы болғысы келмейтіндер, балалыда қорқатындар, немесе ішіндегі травмалар болатындар бар. Бір рет мен Әлия Әшімнің несін көрдім, подкастын. Сол кезде оның анасы бесінші баласын босанып жатқан кезде қайтыс болып кетеді екен. И Әлия Әшімнің өзінің ішінде не қалып кетеді, сондай бір травма қалып кетеді да, яғни бала не керегі бар еді сол кезде бесінші баланың, егер менің анамды алып кетсе деген сияқты бір өзінде бір кішкентай балалық бір травма қалып кеткен ғой ол нәрсені. Мүмкін сондай сияқты бірдеңе бар шығар, білмейміз ғой ол нәрсені. Бірақ әрбір әйелдің ішінде сондай балаға деген бір мейірім болып тұрады. Қанша жерден енді бір кішкене ауытқу адамдар болмаса. Енді Хадишаныкі әдемі образ, әдемі келтірген да, сол Хадишаның образы арқылы бүкіл қазақ әйел, оған дейінгі қазақ әйелдерінде, қазіргі қазақ қоғамының әйелдерінде жағдайын келтірген. Себебі не алса да Хадишаның мойнына ілінеді барлығы. Мысалы қазір қоғамда да күйеуі ішіп кетеді, одаман болады, немесе есірткіге әуес болады да, қанша бала, 5 бала ма, 10 бала ма әйелдің мойнына кетіп қалады. Сондай қоғам. Барлық әйелдің кішкентай ғана бір иығында тұратын сияқты. Сондай алып күшті алып келетін әйел адам. Сол нәрсені Хадиша арқылы әдемі келтірген негізі. Өйткені Алмаз одан қашып кетеді, бірақ сонда да баланы аборт жасатуға оның ойы болмайды.
ол нәрсені ойламайды да. Себебі ол жетім қыз болады. Иә, ол нәрсені не істегісі келмейді да, бірақ сонда да Хадиша өзінің баласы, сосын оның аяғанның әкесі оған үш баланы аманаттап қалдырып кетеді. Соңында кетіп кім аяған үйінен барып қайтадан ауылға кетеді ғой, ауылға келеді ғой ол. Сосын кетіп бара жатқан кезде Хадиша бір баланы қолына ұстап алған, үш бала қасында тұрып, артында қарап кетіп бара жатқан кездегі, вот менің әлі сол көз алдымда тұр. Мен қалай оны елестеттім, Хадишаның сол кезде аяғанның өзі сезген сияқты. Мен осы 4 бала сенің қолыңда қалды деген сияқты, сондай. Өзі ішінен ойлап кетеді ғой, осы кішкентай ғана әйел адамға мен 4 баланы қалдырып кетіп жатырмын деген сияқты. Сол кезде солай ойлап машина кетеді. Содан кейін ол оралмайды аяған. Енді тағы да нені келтіргені 86 жылғы нені келтірді ол кезде, көтерілісті. Енді осыдан кейін жақсы болатын шығар деп қатты үміттеніп едім. Осы үйіне келген кезде, Хадишаны көрген кезде, бірақ сол қуаныш, мені қатты қуандым сол кезде. Аяған үйіне келіп, өзінің бала шағасын көріп, одан кейін кетті ғой, қайтадан Алматыға қайтадан кеткен кезде, как раз сол кезде не болады? Сөзге тілесіп қалады, тағы деканнан. Негізі бәленің бары сол деканнан келеді ғой. Қараған эгосы көтерілмейді, аяғанның сөзін де көтерілмейді, өзіне жаңағы жекесіне қабылдап қалады. Иә, бірақ негізі ғылым жолында өте сондай нәрселер көп. Өйткені профессорлар немесе сондай ғылым жолында жүрген адамдардың көңілін табу өте қиын. Негізі олар кішкене қырсықтау болады, олар кішкене көңіліне алғыш болады, олар көбінесе ерке болады ма әлде білмеймін. Өйткені кім менде Самат Өтениязов деген менің профессорым, Атиланы зерттеп жүрген кісі, ол кімнің Әлкей Марғұланның несі, студенті. Сол кезде оған жетекші Әлкей Марғұлан болады. Сол кезде оған айтқан, егер сен осы кісінің көңілін табатын болсаң, сен әулие адамсың деп айтқан оған. Өйткені өте сондай бір щепетильный кісі болған екен. Әр нәрсені көңіліне, әр нәрсені прям қатты қарайтын, көп артық сөйлеуге болмайды екен ол кісіге. Артық бірдеңе айтып қалдың ба, сенен тіпті қолыңды алмайтын кездер болады. Сондай бұл кісі болған екен ол. Сол кезде оған сондай әңгіме айтқан екен, егер сен осы кісінің көңілін табатын болсаң, сен әулие адамсың деп. Әлі де айтады, сен әулиесің сол кісінің көңілін тапқан деп. Яғни сондай үлкен адамдардың көңілін табу да негізі оңай емес. Яғни сондай профессорлардың, сондай ғылым жолында жүрген адамдардың өмір сүру де қиын ондай адамдармен негізі. Олармен бір қоғамда болу да қиын. Бірақ Алдияр Ақпан оның образы басқаша ғой. Ол да басында сыйлы профессор болды, бірақ сол шәкіртінің алған тақырыбы үшін былайша айтқанда қудаланады ғой. Иә, кімде? Жаңа айттым ғой, кімнің Алма Қыраубаева, Мұхтар Бақауиннің да несі. Соның жетекшісі тоже қудалануға түседі негізі, сол берген үшін, сол тақырыпты берген үшін. Негізі ол жан-жақты зерттегісі келеді. Мысалы, кім? Алма Қыраубаева, Алма Қыраубаева сол кезде, сол тоже 80-ші жылдарда қазақ әдебиетін, қазақ мәдениетін Заратуштра қоғамында келтіреді ол. Сол кезден бастап біздің қазақтың әдебиеті, мәдениеті бар деген сияқты. Ол содан келтіреді. Одан кейін орта ғасырды біреуге береді, сосын тағы да Жолдасбековке ма, тағы да біреуін береді. Содан кейінгі ғасырды береді. Сол кезде ол да сондай қудалануға ұшырайды. Сол үшін оған өте көптеген нелер келеді. Тексерістер көп келе бастайды. Оның біраз тақырыптарына тоже сондай цензура қояды. Сондай сияқты өте қиын кез болған. Сол 80-ші жылдардағы. Өйткені мен қазір зерттеп жатқан тақырыбым өткен ғасыр ғой менікі. Антика әдебиет, ғұн замандағы әдебиет. Сол кездегі нелер өте аз тақырыптар. Ол кездегі мәліметтер де өте аз қазақ тілінде. Себебі оған дейінгі, осы уақытқа дейінгі зерттеулер табу болғандықтан оны қазір не істей алмайды.
таба алмаймыз ол нәрсені. Себебі ол кезде шықпады, ондай мақалалар шыққан жоқ, кітаптар шыққан жоқ. Не болса да іштерінде қалып кеткен сияқты ол сондай зерттеулер. Адамның ішіне қалып кетті сол кезде. Ғалымдардың ішіне қалып кетті. Айтуға армандары болды, бірақ айта алған жоқ. Енді қазір жаңа көзқараспен дамып жатыр ғылым негізі, солай айтуға да болады. Қазір жаңа көзқарасы ашық айтылып жатыр. Адамдар, ғалымдар жақсы зерттеулер жасалып жатыр, бірақ әлі де бізге уақыт керек ол нәрсені. Қазақ әдебиетінің мәдениетін бастауы, оригиналы қай жақта дегенге әлі де жылдар керек. Зерттеулер көп болу керек әлі. Иә. Бірақ бір аса бір байқалмай қалған контекст бар да романда. Жаңағы ректорды жағымсыз кейіпкер ретінде көрсеткісі келеді да, бірақ негізі Мұса Байларовтың атынан әрекет еткен жақия ғой. Ректор өзі білген де жоқ, менің ойымша, ондай атынан соның атын пайдаланып әрекет жасап жүрген. Иә, мысалға көп қой ондайлар. Мысалға бізді шенеуніктер жақтырмайды. Шенеуніктерді мысалға жақтырмайды қазақ халық, қара халық. Мүмкін шенеуніктердің олардың несі жоқ шығар. Мүмкін қол астындағылардың несі шығар. Мысалға неде жалында кім перизатпен шығардық қой нені? Кім еді? Қарғындағы сол кездегі Бағиланың әкесімен болған оқиғада да барлығы алдарына алып ұшып жүреді ғой. Ол кезде мысалға Бағиланың әкесі жақтырмайды ол нәрсені. Олай істемей ақ қойыңдаршы деген сияқты. Бірақ қасына қол астындағылар болмайды, біздікі бастық жақтырмайды, болмайды біздің бастық жазылмаған сияқты. Иә, яғни қол астындағылар менің ойымша құртатын сияқты да. Бірақ ректордың үлкен адамдарды, яғни үлкен постаға отырған адамдарды жек көру содан басталатын сияқты. Яғни қол астындағы адамдар кішкене басқаша көзқарас қалыптастырып жіберетін сияқты сондай. Декан ғой негізі ең антигонист адам бұл жердегі. Иә. Бірақ Мұса Байларов өзінің әкесін де бір амал жоғынан апарады ғой оны бірақ. Иә, бір жағдайдан қорғау үшін істеді ғой деймін. Ол да сондай бірдеңе болады ода да. Өзінің әкесін алып барады, сол кезде аяғын естіп қалады. Өйткені дауыстан таниды, ректордың дауыстан. Сол кезде барсам, әкесін де тықыпты ғой. Яғни бұл әкесін тыққан адам мені де аямайды деген сияқты сондай ода флешбектер жүреді, ойлар жүреді. Сосын ары қарай әкесімен жақсы араласып кетеді. Сосын сол несінде жындыханада да біраз нәрсе болады ода, иә? Иә, мына неде қалайды? Мемлекеттік қауіпсіздік комитет деп ішімеді. КГБ дейді ғой кітапта. Сол жерде жатқанда да мойындатқызуға тырысады ғой істемеген дүниесін. Иә. Міне вот. Бұл кезде сол репрессияның бір түрі ғой. Иә. Жалпы мына автордың көп әңгімесі танимын деп айта алмаймын шығармашылығын, бірақ сол өзінің кезіндегі шындықты әдемі көрсете алған. Бүкпесіз, боямасыз, 86 жылға дейін кімнің аяғанның хат жазатыны бар ғой Брежневке. Иә. Сол хатын не болды деп, оның әкесі Қуат ата Қонаевтың көмекшісіне дейін барады ғой деймін шықтыспасам. Қонаевтың өзіне барам, крем дейді ғой. Иә, кіргізбеді ғой оны. Болмайды. Бірақ сол кездегі ситуацияны бір кейіпкердің ғана оқиғасымен емес, жаңа саяси жағдайды да көрсету арқылы толық сезіндіруге алған сияқты да. Бәлкім сол себептен сол депрессияға содан түсіп кеткен шығармыз деймін да. Өйткені одан кейін қолыма алған кітаптың барлығы бір өтірік сияқты сезінді да, маған толығымен кіріп кеттім да ситуацияға. Өмірзаяның қасында трагедия емес сияқты ол көрдім ма? Иә. Атының өзі ғой, Өмірзая, иә? Өмірзая деген жұлдыз бар. Жұлдыз, иә. Бірақ егер оны алмаған кезде Өмірзая, яғни өмірім зая кетті деген сияқты ма, бір сондай бір мағына беретін сияқты болды да.
сосын айтамын, аты да депрессия, ішіндегі ерлердің өзі депрессия, соңында да депрессия болады. Сосын Хадиша сол неге барады ғой, жындыханаға. Сол кезде ол өзінің сезімін білдіреді ғой негізі. Сол кезде екеуі бір-бірін түсінеді, что өзі бір сезім бар екенінің арасында. Сосын бала шағасын алып, 3 баланы, өзінің баласын алып, сосын ауылға кетеді ол. Сөйтіп сол Хадиша деймін, соны іздеп, уақыт бөліп барып. Өте қиын. Ең аяған бірінші неде, бірақ ең қиын тағдыр Хадишаның да тағдырында өте қиын болды. Өйткені ол жастайынан жетім өсті ол қыз, сосын ол Алмаспен арасында, бірақ сол кезде Алмас оны жақтырған. Қалай айтса болады? Алмас Хадишаны пайдаланған сияқты, пайдаланды ғой ол негізі. Пайдаланды ғой, Хадиша автордың сипаттағанда сұлу қыз, пысық қыз, оқумен жұмысты қатар алып жүр, болашағы бар деген сияқты сипаттайды ғой. Бірақ ол да өзі нәпсіге берілген шығар деймін да. Өйткені Көктөбедегі жағдайды сипаттаған кезде де бір андай уф деген сияқты сипаттайды ғой. Пәк екен, қыз екен деп ше. Алмастың өзінде негізі қатты махаббат болған жоқ. Онда просто андай жақсы әйел болатын қыз сияқты қабылдаған сияқты Алмас. Бәлкім аңқаулығын пайдаланды. Мүмкін. Оған Хадишаның өзі кішкентай қыз болды ғой, енді 18-19 жас қыз болған шығар. Бірақ Хадиша өзінің сол кезде мүмкін өзінің бағасын білген жоқ. Менің ойымша. Әрине, айтып тұрмын, жетім қыз ол өзінің кім бұған әдемі қарады, кім оған жақсы көз қарасса болды, соның бір етегінде кетіп қалған сияқты, бір сондай қыз болған шығар. Мүмкін сол кейін есейген шығар ол нәрсені. Мүмкін Алмастан ондай сатқындық күтпеген шығар. Әрине, сосын Аяғанның әйелі Әсем ба? Әсем. Әсемге ұқсас сияқты меніңше. Өйткені Әсем де кішкентайынан көп қиындық көріп өскен қыз, жаңағы Аяған сондай қатты жақсы көреді, ол мен бүкіл әлемім деп ойлайды да. Аяғансыз өмір ол үшін, аяғансыз өмір жоқ сияқты көрінеді. Өйткені ол сол жаңағы жалғыздықтан құтқарған адам ретінде қарады бір жағынан. Оның үстіне жаңағы ата-енесінің қызым деп күшті қабылдағаны ұнады да оған. Кімде болсын ұнайды ғой. Бірақ Әсем де өте жақсы әйел ғой. Негізі. Бірақ бәрі жертва ғой. Негізі. Сондай заман болды. Сол кездегі құрбандар. Жаңағы пәтерсіз қалғандардың өзі де татар болады ма? Жаңағы үй иесі. Ұйғыр ма? Татар ма? Басқа ұлт өкілі болады да. Сонда Аяған ол кезде күйінеді ғой. Мен қазақтың жерінде тұрмын, бірақ басқа ұлттан жалға аламын деген сияқты. Сосын ол да күңіріспейді оған. Сол ұлттың адамы. Ақшасын сұрап келеді. Кішкентай ғана жерде тұрады. Сосын сол бір баласын ұрады ма? Аяғанның баласын ұрады ма? Әлде баласын ұрлады деп айыптай ма? Сосын Аяған кімнің Аянның үйіне көшіп кетеді. Негізі қиын, өте барлық аспектін алғанда. Аяған бір өмір арқылы бүкіл аспектін, бүкіл сол кездегі қазақ халқының 70-80 жылдардағы қазақ халқының бір қызығын қала халқының несін алған. Бір оқыған кезде неге бұлай шешті автор деп ойлайсың ғой. Ал бұл жерде ондай сұрақ туындамайды. Бұл жерде тікелей кейіпкердің әрекетіне сұрақ қойсың. Неге осылай істеді деп ше. Мысалы, шынымен де түрмеден келіп отыр ғой, шығып түрмеден ма не дейді? КГБ-дан келіп отыр, бірақ сонда да айтып қалу керек болды да оған. Ішіндегі отты баса алған жоқ ол. Бірақ артынша өкінеді бірден. Ішіндегі бір алауды баса алған жоқ. Ол сонда күйініп кетті. Алдиярдың өзінің профессорының өміріне күйініп кетті. Ол өзінің өміріне күйініп кетті. Өзінің әйелі қайтыс болды. Өзінің анасы қайтыс болды оның. Соның бәрін ойлаймын деп, анасы да жүректен кетпейді ма? Жарылғысы келді. Әкесі де мысалға қайтыс болды. Тоже сонда күйіктен қайтыс болды да барлығы. Қатты өзінің сондай бір күйінгеннен
барлығын сол бір адамды көрген сияқты. Бірақ аяғанда егер тыныш болып, мүмкін басқа мұғалім сияқты немесе басқа ауылға көшіп кетіп, өйткені Әсем айтады оған, кетейікші бұл жерден, мүмкін басқаша болар ма еді егер сөйтіп кететін болса. Мен мысалға әйел болып тұрып, мен Әсемді өте жақсы түсінемін. Егер менің де күйеуімде сондай болатын болса, яғни менің 3 балам болатын болса, егер менің білімім жоқ, мен жұмыс істей алмайтын, яғни ол кезде сондай заман болды ғой, әрі науқас болатын болса, мен де сондай мүмкін сондай ішімде сондай күй болар еді. Енді шешіміз дейді ғой, кез келген адам. Әйел адам бірақ аяғанның үміті шынген жоқ та, жоқ болады, осында да болады деген. Иә. Бірақ ол 20 оның үміті кішкене ғана болды, оның кішкене ғана болды, сол үмітпен ғана жүрген сияқты. Бірақ ол 80% білді, ол соңында ол көпке бармайтын. Себебі өйткені сондай алып адамдар, ректордың өзі, мысалға сол ректиканның несі болғаннан кейін, ол негізі бәрі білді, бірақ мен неге ол өзінің баласын ойламады деген сияқты менде сондай ғана болды. Өйткені мен андай аналық неден өтіп кетті да, сондай жақтымен, сондай призмамен қарадым мен. Аналық немесе әкелік сондай инстинктпен қарадым. Неге ол бірінші орынға негізі бала шағасын қою керек еді. Яғни бала шаға үшін ол өмір сүру керек еді. Анасы да, әкесі де. Негізі барлық жағдайда егер сенің балаң болма, бала шағаң, сен бала дүниеге алып келдің ба, сен сол бала үшін өмір сүруге тиіссің. Даже қандай жағдай болса да, қандай не болса да, сен сол балалар үшін тірі қалу керексің ғой. Себебі сен ол бала, сенен басқа ешкімге керек емес. Оның ата әжесі бүйтіп қарап отырсын, немесе сенің басқа бауырларың оларға жетімдікті көрсетпесін, бірақ бәрі бірде бала өзінің ата анасынан басқа ешкімге керек емес, ешкімге. Сол нәрсені аяған негіз түсініп қою керек. Мен әлі де сол нәрсені ішімде сондай 3 балаға өте қатты жаным ашиды. Өйткені ең кішкентай өзінің қызы болады ғой. Сол қыздың да қылықтары тәтті не істейді да, оған нелер алып келеді, тәттілер алып, кәмпиттер алып келеді, сол кезде тілінің өзін әдемі қылып келтіреді да. Сол қызы мен ұлдары үшін оған аяған шегіну керек еді. Басқа жаққа кетіп қалу керек пе еді, немесе бірінші орынға балаларын қою керек еді. Бірақ ол бірінші орынға өзінің ұжданын қойды да. Солай ол кетіп қалды негізі. Патриотизм ба? Иә, ұжданын қойды ол. Патриотизм негізі отбасыдан бастау керек пе? Иә, бірақ енді содан сол ғана менде сондай бір не болды, аяғанға деген кішкене претензиям болды, сол баланың неге ойламадың деген сияқты. Ал былай барлығы енді ол бір адам келтіре алмады да ол нәрсені. Бір адам сонша адамға қарсы, сондай системаға, сондай жүйеге қарсы келе алмады. Байқадың болсын, көмектескен адамдардың барлығы жаңағы қызметінен кетіп қалған сәттер болды. Яғни кім қасында мысалға үлкен мұсабайлар сияқты адамдар, өзіне кім қарсы шығады, өзіне кім кішкене болса да бір зиянын келтіреді, бәрін құртып отырады ғой қасындағы адамдардың. Сол тек қана өзіні сол жаңағы кім сияқты, декан сияқты адамдарды қасына, иә. Балаларды әдемі суреттеген, иә. Екі ұлын ақылды қылып, бір-бірін тыңдайды, бір-біріне қамқор. Олжас үлкені? Олжас, Елжас. Иә, Елжас бар. Қызын ұмытып қалыппын атын. Қызын да андай кейіпкерлердің барлығы сол кішкентай қызды қатты жақсы көреді ғой. Тура сондай қарым-қатынас Қадишаның жағына да болады да, яғни ешкім оны сөккен жоқ негізі. Байқадың ба? Ешкім сөккен жоқ, оны құрметтеді барлығы. Оның қандай жақсы қыз екенін айтты, ақылды екенін, батасын берді деген сияқты. Өйткені кім айтты? Күшті болды. Кім айтты соны? Екіқабат екенін білген кезде Алдияр кімге айтады? Біреу айтады ғой оған, Қадишаның. Айтады ма? Біреу айтады, Алдияр айтады ма? Қадиша аяғы ауыр, әкесі қашып кетті деген сияқты соны айтқан кезде, ойбу байғұс бала-ай деп қалады. Сол кезде менің ойымша қазақ қыздарын егер сондай болатын болса, оны сөкпей, оған кішкене қолдау көрсетеді. Өйткені болды оны сен қазір ол қызға сен осындайсың, сен жамансың деп айтуға кеш.
яғни оған дейін мүмкін кішкене не болу керек ескерту сияқты. иә, уже болып қойғаннан кейін мен ойымша қызға бір сондай, сол кезде мен ішім жылып қалды да, вот қызды ешқандай сөккен жоқ, неге ол осындай, мен одан күткен жоқ оқпын деген сияқты. Хадишаға да, жаңа кішкентай қызға да бір пәк қыз ретінде қарайды да, бір сонда кішкентай бір бала сияқты, яғни бір шатасқан бір бала сияқты қарайды Хадишаның өзінің тірлігіне де. Ойбай байғұс бала обал болыпты ғой деп айтады сол кезде Қуат әкесі, Аяғаның әкесі. Енді сол енді бір жақсы жағы да бар, өзінің әдемі бір добрый жақтар да бар, иә, қалай айтса бұл kindness дейді ғой, kindness. Не деп айтатын еді қазақшасы? Кімге қатысты айтып отырсың? Kindness. Жақсы жағы да бар, яғни жылу жағы да бар да, и бір жағы трагедиялық жағы да бар. Романды айтып жатсың. Роман айтып жатырмын, иә. Енді бірақ мен айтар едім, жаңағы көп адам жаңағы тарихи романдар оқуға жүрексінеді, ауыр болады деген сияқты ше. Бәлкім осы роман сол қызығушылықты оята алатын сияқты болды. Өйткені мен біз айтамыз ауызша, иә, жаңағы тарих сабақтарынан да жаттап алып даталарды мен айтамыз, бірақ оны толыққан түсіне алмаймыз ғой, сезіне алмаймыз. Дәл осы арқылы тарихты толық сезініп, эмоционалды тұрғыда сезініп түсінуге күшті бір құрал деп айтуға болатын шығар енді роман, иә. Бірақ бәрібір де 20 жастан асқаннан кейін ғана оқыған дұрыс сияқты. Иә, мектеп программасынан мен ойымша өте алу өте күрделі бала үшін. 18 жастағы, 17 жастағы әлі толық көзқарас қалыптаспаған бала үшін бұндай кітапты оқу өте қиын. Яғни бұл осыдан кейін де үлкен депрессияға түсіп кететін сияқты. Ғылым жолына барғысы келетін адамдар мысалға. Студенттер бар ғой, кішкене тартынып қорқып қалуы мүмкін. Деканнан қорқып қалуы мүмкін олар. Енді ойлар өзің барады, неге университетке барайын деп жатыр мысалға келесі жылы да. Ертең деканның барлығы осындай екен. Қазір декан ректорлар бәрі заманауи. Деканның бәрі осындай екен деп мысалы ойлап қалуы мүмкін ғой, не қарсы шығатын болса мүмкін саған адам тексермесең билік бер дейді ғой. Қиянат жағдай жасауы мүмкін деген сияқты. Сол үшін де білмеймін енді. Оның орнына басқа бір кішкене басқа мен қазір бар ма жоқ па білмеймін. Мектеп бағдарламасында біз оқыған кезде біз Қалихан Ысқақовты оқитынбыз, Қоңыр көжеді, иә. Біздің кезімізде жоқ еді. Мұхтар Мағауинді оқитынбыз, бір атаның балалары. Иә. Өмірзая біз оқыған жоқпыз бұны. Өлеңдерін оқитынбыз деген сияқты. Шо бәріне жинап тастаған деген сұрақ бір атаның балалары келеді. Біздің мұғалімдер көреді негізі. Бір атаның балаларын от қою керек нәрсе. От өте бірлікке үйрететін. Өте ерекше кітап негізі Мұхтар Мағауиннің. Сол бір атаның балалары көп нәрсені түюге болады бір атаның балаларынан. Бірақ Өмірзаяны білмеймін мен не үшін қойғанын. Шынымен мен білмеймін. Бірақ оқу керек. Оқу керек, иә, оқу керек. Бірақ енді 25 жастан 25 плюс шығар бұл. Өйткені өте ауыр кітап. Өте ауыр сюжеті де ауыр, оның кейіпкерлерінің өмірі эмоционалды тұрғыда дайын болу керек. Мен дайын болмай оқығам ғой негізі. Шын айтамын, мен мынандай трагедия деп ойлаған жоқпын. Мүмкін айтқан кезде ең көп кітап оқыған адам мен танитын адамдардың ішінде. Ондайды оқығанда, мен ондайды білген кезде мүмкін мен морально дайын болып оқитын едім. Мен соны 3 күнде бітіріп тастадым ғой деймін. 420 бет. 3 күнде өтіріп тастадым. Өйткені таңнан кешке мен 2 сағат, 3 сағат оқып қана ұйықтап сөйтіп прям жатып оқып отырдым. Бірақ осы кітапты оқығаннан кейін менде үлкен передышка болды. Бір ай оқымадым. Трансформация болды. Бір ай мен кітап оқыған жоқпын. Себебі мен үлкен сондай депрессияға кіріп кеттім. Мен содан кейін ғана андай нелер оқи бастадым. The Silent Patient деген сияқты ағылшынша мүлдем басқа тақырып, басқа жанрдағы тақырыптарды оқи бастадым мен. Мен мынандай тақырыпқа кеткім келген жоқ, мен үшін қорқынышты болды. Тағы да мен осындай депрессияға кіріп кететін сияқты болып көрдім мен. Классиканы оқуға қорықтым. Классиканы оқуға қорқып қалдым. Енді қайтадан сүйекшіден бастап қайтадан бастап жатырмын. Келесі жолы талдаймыз. Сүйекшіні талдайықшы мен. Сол үшін осы кітапты оқитын болсаңыздар, міндетті түрде дайын болу керек.
психологически бірақ дайын болу оқыған керек. оқушылар пікір жазып кетсін. Иә. Біздің ойымызбен бәлкім олар келіспейтін де шығар, Мүмкін, иә. өйткені ақылды балалар көп қазір. Психологиялық жағынан дайын болу керек, ол жерде Иә. моральдық жағынан дайын болу керек, өте үлкен депрессияға, өте үлкен трагедияға дайын болу керек. Өйткені ғылым жолында жүрген біз білгендіктен, мен мүмкін содан қиын болған шығар деп ойлаймын мен. Өйткені біз өзімізді толықтай сезіндім да, мен өйткені өзім диссертация жазғандарым есіме түсіп кетті. Бакалаврда қалай диссертация, қалай мақала жазып, қандай талай профессорлардан сөз естіп, талай профессорлармен жұмыс істедік қой біз енді. Мен өте өзім ерке профессорлармен жұмыс істеген кездер болды да. И сол есіме түсіп, мен бірақ қатты өзімнен өткіздім деп айта аламын. Сол үшін шығар деп ойлаймын мен. Мүмкін менің қазіргі қатал мұғалім екенім де солардың бір қалдығы шығар деп ойлаймын мен негізі. Сол үшін де бізге мүмкін әсер еткен шығар. Егер мысалға мен бір мемлекет қызметкерінің немесе бір инженердің сондай тағдыры болатын болса, маған өте әсер етпейтін еді, себебі мен оның жан күйін, ішкі құпиясын білмеймін ғой, мысалға мен ол жақтардың. Мен уже ғылым жолының енді прям білемін деп айта алмаймын, бірақ ғылым жолының кішкене бір бөлігін көргендіктен мен содан ішімнен өткен сияқты соның барлығы. Иә, сондай болды. 100% келісемін. Енді біз үлкен үзілістен кейін жобаны қолға алып жатырмыз ғой. Жаңағы қонақсызда осылай негізі жиі талқылап тұрамыз ғой. Сол біз көп талқылаймыз біз. Иә, екеуі әңгіме болып қалмасын, тарихта қалсын деп осылай жазып алып жатырмыз. Каналға тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Және жиі кездесіп тұрамыз деп үміттенемін. Жақсы сау болыңыздар.